Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бауырдан котлет жасаймыз. Сиырдың болсын, қойдың болсын, жылқының болсын, бауыры бола береді. Ең алдымен ет тартқыштан өткізіп аламыз бауырды. Содан кейін пияз, картоп, сәбіздеріңізді өткізсеңіздер болады. Өйткені бауырыңызды бірінші өткізсеңіз, мясорубкаңыздың іші тап-таза болып, жалап қойғандай болады. Сосын картопты өткізесіз. Оған жарты бауыр, сосын 3-4 картоп, 2 сәбіз, 2 пияз керек болатын болады. Сосын барлығын өткізіп болған соң, осылай 2 жұмыртқаны саласыздар. Содан кейін үстіне бір 500 грамдай ұн саласыздар. 5 ас қасық қой, былайша айтқанда. Сосын үстіне тұз, бұрышын қалауыңызша қосасыз. Сарымсақ қоссаңыз да болады. Және де барлығын араластырып аласыздар осылай. Сосын үстіне сүт құясыз. 5 ас қасық сүт құясыз. Өйткені бәрі бірігіп жақсы болып тұрады, бауырыңыз шашылып кетпейді. Қызып тұрған майда осылай пісіріп аласыз. Майын көбірек құйып пісірсеңіз болады. Соңына дейін жететін болатын. Осылай жасап көріңіздер. Гарнир қылып қасына күріш, подлив жасап істеп берсеңіздер де болады. Былай құрөзін істесеңіздер де болады. Және де бауырды блин секілді пісірсеңіз де болады. Оны бір күні тағы да видеода көрсететін болам. Лайк басып, комментарий қалдырып, бөлісіп кетіңіздер. Ойларыңызды күтемін сіздерді. Қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған блогер Аяулым. Тағы да қандай видео күтесіздер, астына жаза кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет.